Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы ГУЛАГ жүйесіндегі Қазақстан аумағындағы еңбек пен түзету лагерлері Карлаг, Алжир, Степлаг. Сіз ГУЛАГ дегеніміз не екенін білесіз бе? Осы және де басқа да сұрақтарға біз бүгін жауап береміз. ГУЛАГ аббревиатурасы лагердің бас басқармасы деп түсіндіріледі. ГУЛАГ өз тарихын Ресей революцияға дейінгі кезеңнен басталды. Болашақ ГУЛАГтың алғашқы ошақтарының бірі Словецк лагері болды. Революцияға дейінгі бүкіл тарихта 116 тұтқын словактар болған. Ол жерге қоныс аударған Иван Грозный бар еді. Сол сәттен бастап осы қайғы басталды. 1919 жылдың 15 сәуірінде еңбек пен түзету лагерінің жүйесіне құру туралы кеңес өкіметінің декреті шықты. Лагерлер мен қамау орындарының бас басқармасы КСРО НКВД, КСРО Ішкі істер министрлігі және КСРО Әділет министрлігі 1930 және 1956 жылдары жаппай және мәжбүрлеп қамауда ұстау орындарын басқаруды жүзеге асырған. ГУЛАГ екі негізгі мәселені шешті. Біріншісі, қоғамның сенімсіз мүшелерін оқшаулау және жою. Екіншісі, оларды арзан жұмыс күшінде ретінде пайдалану, әсіресе 30-40 жылдарда өте айқын көрінді. 20-30 жылдары КСРО аумағында лагерлерді Колымада, Магаданда, Воркутада, Сібірде, Оралда, Қазақстанда және басқа да аймақтар ГУЛАГ ұйымдастырылды. Қазақстан территориясы үлкен лагерлер айналды. Республикада 11 лагері құрылды. Карлаг, Дальный, Степной, Песчаный, Қамшылақ, Ақтөбе, Жезқазған, Петропавл, Кенгер, Өскемен арнайы лагерлер қалыптасты. КСРО-дағы ең үлкен мәжбүрлі еңбек лагерлерінің бірі Карлаг болды. Қарағандыда жеке еңбек лагері 1931 жылы 19 желтоқсанда құрылды. Лагердің орталығы Долинка ауылы. Қарағанды қаласының 45 шақырым орналасқан Карлагқа 120 мың гектар егістер жер және 41 мың гектар шабандық жерлер бөлінді. Карлаг аумағының солтүстіктен оңтүстікке дейін 300 шақырым ұзындығы болса, шығыстан батысқа қарай 200 шақырым құрайды. Сонымен қатар осы аумақтан тыс жерде екі бөлім орналасқан. Лагердің орталығынан 350 шақырым қашықта орналасқан Ақмола бөлімі және лагердің орталығынан 650 шақырым қашықта орналасқан Балқаш бөлімі болған. Карлаг экономикасының негізгі массиві Қарағанды және Ақмола облысында аумағында табылды. 1953 жылы Карлагта 26 бөлім, 192 лагер пункттер болды. Әр филиал өз кезегінде санға бөлінді. Учаскелер пункттер аталатын шаруашылық бөлімшелері болып қалыптасты. Тұтқындар Карлаг аумағына бойынша орналастырылды. Бөлімдер мен учаскелер лагерінің өзінің 5-тен 650 арақашықта орналасқан. 1950 жылы Қарағанды еңбек пен түзету лагерінің аумағы 20.876 шаршы километр құрады. Осы кесте бойынша лагердің тұтқындары туралы да айтуға болады. 1931 жылы Карлаг тұтқындарының саны 10.400 адам болса, әр жыл сайын тұтқындардың саны тек қана өсіп көбейді. 1940 жылы 34 мың болса, ал 1945 жылы 53.946 адамды құраған. Кейде қамауға алынғандардың саны 75 мыңға дейін жетті. Карлагтың құрылған кезеңінде 1 миллионнан астам қамауға алынғандар болды. Олар орталық Қазақстан тарихында өшпес із қалдырды. Әйелдер мен ерлер бірде репрессияға ұшырап, қоғамнан оқшауланды. Оларды және ерлер үшін де баптар қарастырылды. Бірақ тағы бір бап болды, ол бойынша тек әйелдер айыпталды. Бұл ЧСИР, отан сатқындарының отбасы мүшелері деп айыпталды. Олар қылмыс жасамай, жазасын арнайы лагерлерде өтеуге мәжбүр болды. Өйткені олар опасыздық үшін айыпталған адамдардың аналары, әйелдері, қарындастары және қыздары болып табылды. 1937 жылы 15 тамызда КСРО-ның нөмір 00486 бұйрығы ЧСИР-ге келген қарсы жаппай қуғын-сүргін құруға негізгі болған. Дәл осы бұйрық негізделген. Құжат кінәсіз талқыланды және бірнеше кезекте саяси себептермен қудаланған әйелдерді лагерге қамауға құқық берді. Әйелдерді Алжирге, Мәскеу, Ленинград, Украина, Беларусь, Грузия, Армения және орталық Азиядан әкелінді. Лагерге келген әйелдер тек лагерь режиміне бағынып иестенген. Моральдық азаптарға да үңілді. Аштықтан санамағанда үнемі оларды орамалдарын жиендеріне және арқаларына нөмірлер тігіп қадағаланды. Олар күнделікті саққа тұру, боссыңдар, шарлау, тінту деген тәртіпке бағынды.
Қарлаққа әйелдер тұтқындардың саны кейде 22 мыңға дейін жеткен. Олар КСР ішкі істер халық комиссариятының арнайы жиналыстарымен 57-17 баптарға сәйкес отан сатқындары ЧСИ мүшелері ретінде сотталды. Оларға әртүрлі мерзімді тағайындалды: 3, 5, 8 және 10 жылдай шамасында. Олардың мерзімінен бұрын босатпады. Сотталғанның мерзімінің соңына дейін лагердің қамауда ұстады. 1938 жылы 25 тамызда жарлығына сәйкес ішкі істер халық комиссариятының лагерлері туралы КСР ішкі істер халық комиссариятының лагерлерінің жазасын өтеп жатқан адамдардың сот белгіленген мерзіміне толық өтеуі тиіс деп санаған. Қарлақтың Ақмола бөлімшесінде КСР ішкі істер халық комиссариятының ерекше кеңесінде сотталған 18 мыңнан астам әйел болған. Мұнда партия және кеңес органдарының басшысы қызметкерлерінің, әскери қайраткерлерінің, көрнекті ғалымдар мен жазушылардың әйелдер болған. Лагерде мерзімінен өтеп кеткендердің бірі Бухариннің әйелі, Тухачевскийдің әйелі қызы және 2 әпкесі, Блюхердің, Сейфуллиннің, Майлиннің, Шанин, Рысқұлов, Жүргеновтің, Мендешевтің, Садвақасовтың, Асфандияровтың және Нұрмақовтың әйелдері және де көптеген басқа да әйелдер азапталған. Жезқазған қаласында тау-кен металлургия комбинатының құрылысы 1936 жылы басталды. Ал 1940 жылы Кеңгір өзенінің жағасында, яғни бұрынғы пионер лагерінің орнында, КСР ішкі істер халық комиссариятының ірі лагері құрылды. Оны Жезқазған лаг деп аталды. 1945 жылы наурыз айында Қарлақ Кеңгір бөлімше базасында әскери тұтқындарға арналған нөмір 50 лагер қалыптасты. Жыл аяғында оның 39 лагері деп ауыстырды. 1945 жылы 23 сәуірде Кеңгірге 8 мың адам әскери тұтқындалған немістер эшелондап әкелінді. 1946 жылы ішкі істер халық комиссариятының Қарлақтың құрамына аса қауіпті санаттар үшін Жезқазған еңбекпен түзету лагері болды. Олар халық жауы, отан сатқындар және контрреволюциялар деп бөлінді. Степлак тұтқындары тек өнеркәсіп кәсіпорындарында жұмыс істеді. Қамауға алынғандардың өмір сүру жағдайы өте ауыр болды. Тұтқындардың назарлығы көп болғандықтан гулагпен кесілген құқықтары да бұзылды. Оларды нашар тамақтандырды, емдемеді, үнемі қорлаудан өтті. Қаруды негізсіз қолданып, қамаудағыларды ұрып соғу және тағы басқалар болған екен. Мұның бәрі тұтқындардың арасында назарлық тудырды, дегенмен біртіндеп бағынбауға көшті. Бір 1959 жылы 27 шілдеде КСР ішкі істер министрі Дудыровтың
Қарағанды еңбекпен түзету лагерін Қазақ КСР Қарағанды облысы ішкі істер бөлімінің қамау басқармасының орындарын қайта ұйымдастыру туралы бұйрығы шықты. Карлаг 28 жыл қызмет істеді.